Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Арпалыс кітабымен танысатын боламыз. Бұл кітап аты әйгілі жазушы Александр Бектің Волоколамский шоссе кітабы болып табылады. Бұның қазақша аудармасы Арпалыс. Бұл кітап жалпы қалай жазылды? Бұл кітапта Александр Бек Бауыржан атамыздың сол майдан шебіне барып, арнайы қасында отырып, бірге әңгімелесіп жазған болатын. Бұл жерде Бауыржан атамыз бұған ерекше талап қойғаны бұл кітапта жазылады. Егерде осы менің айтып отқан әңгімемнің ішінен бір түйір өтірік астамшылық кететін болса, әсіреушілік кететін болса, мен сенің екі қолыңды шолып тастаймын деп әзілдеп шыны аралас айтып, мен сол атамызды сыйлағандықтан ешқандай қате жібермеуге, ешқандай өтірік айтпауға тырысып жаздым деген сөз болатын. Сондықтан да бұл кітап шыншылдыққа толы кітап деп айтуға болады. Екінші дүниежүзілік соғыс жалпы адамзатқа үлкен апат әкелгенін барлығымыз білеміз, және де оны есімізден шығаруға тиісті емеспіз. Бұл кітапта Бауыржанның өзінің қойын дәптері күнделігі жазылады. Бұл жерде кітап деуге, бір шығармашылық деуге келмейді. Сондықтан да бұл кітап адамға жақсы жүрекке жеткізіп, әдемі жақсы әсер етеді. Ұлы Отан соғысындағы қиыншылық, адамдардың психологиясы, солдатқа қалай ұстаз болу керек, бұл адам өміріне өте керекті рухани нәр десек те болады. Осы кітапты қысқаша ішіне бір үңілсек. Екінші дүниежүзілік соғыс басталып, Қымбат Момышұлына жаңа әскерлерді дайындау оңайға соқпады. Бір жағы сарбаздарда жетіспейді, лек-легімен соғысқа кетіп жатыр. Әр үйдің қару ұстап көрмеген еркелерін бағындыру қиынның қиыны. Айнала жым-жырт, ну орман. Жау әскерлері қашан көрінер екен деп елеңдеп отырған кез болатын. Соғыстың неше түрлі тактикасын бірнеше ай бойы үйреткен жауынгерлерін сынау мақсатында Бауыржан атамыз былай істеді. Қару-жарағы сайлаулы, әр жауынгер өз ретімен орналасқан болатын. Бауыржан атамыз тапаншасын ала сала, ешкімге білдіртпей, мылтығын атып жіберіп, «Жау келіп қалды, тұрыңдар!» деп алға ұмтыла жөнелді. Сенім артып отырған батырлар жан-жаққа бытырап қаша жөнелді. Бауыржанның қаны басына шапты. Барлығы бытырап қашып кеткен жоқ. Кейбірлері не істейміз дегендей жалтақтап қарап, айтқанын істеді. Ең үздіктеп жүрген Боранбай тіпті қолына оқ тиіп жаралы келді. Жанындағы жауынгерлерге 200 опасыздың жазасы өлім. Жан ұясына хабарлаңдар. Қара бет болып өлсін, атыңдар, деп Муринге бұйрық етті. Қатардағы жауынгер Муриннің қолы қалтырап, не істерін білмеді. Сен жыныңды айтпай тұрсың, айт жыныңды, деп бұйыра сөйледі. Ақыры әскер өз қателігін мойындап, өзінің қолын өзі әдейі жаралағанын жасырмай айтып берді. Сол жерде комбат өз әскерін алғаш рет өлтірді. Әрине, бүкіл әскер көзінше көздеп тұрған әскерге бұйрық беріп. Үнсіздік, дүрсілдеп соққан жүрек ауызға келіп тығылады. Ертеде менің әкем алыс сапардан келе жатып, айдалада ат жалдырып, сәл тынығып алам дегенде қара құрт жағып алыпты. Оның уы бойға тез тарап, кісіні мерт қылуы мүмкін. Басқа емі жоқ болғасын әкем дереу кездігін алып, қара құрт жаққан жерінен өз сол бетін ойып алып тастапты. Мен де өз тәнімнен пышақпен бір кесек етімді алып тастағандай болып отырмын. Мейірмандылық менде де бар. Атпа оны. Кешірім жаса бір жола. Ая, деген ішкі түйсігімді тыңдасам, жөн болар ма еді? Мен бұлай істеген жоқпын. Қарынға түскен құмалақты алып тастамаса, ондағы барлық май шірімей ма? Мен жүздердің командирмін, әке орнына әкесімін. Ұлтым деп аясам жалғыз содыр, жүздеген ұлға кесір тигізер еді. Опасызда отан жоқ, отанда опасызға орын жоқ. Екенін білсін деп қылмыстының қанын төктім, деді. Құрметті достар, осы каналға тіркеліңіздер, қош сау болыңыздар.